Бұл жер Қазақстанның ең ежелгі куәгерлерінің бірі. Мыңдаған жыл бұрынғы адамдар өз сенімін, өз ойын тасқа қашаған. Бірақ бұл тастағы бейне мүлдем басқаша. Ол Будданың бейнесіне ұқсайды. Неліктен? Таңбалы шатқалы Алматыдан шамамен 120 шақырым жерде орналасқан. Бұл өңірде 5000-нан астам петроглифтар бар. Бірақ осылардың ішіндегі ең жұмбағы ол Будда бейнесі. Таңбалы тас тарихи орны туралы алғашқы деректердің бірі 1848 жылғы Ұлы жүз үйсіндері мен Орта жүз наймандары арасындағы жер бөлісі туралы архив документінде кезігеді. Енді өздеріңіз білетіндей, бұл бейне қазаққа жат бейне. Бірақ осында келушілер өзге ұлт өкілдерінің көбі дерлік бұл бейнені өте киелі санайды. Көбінде бұл жерге Буддаға табынатындар жаңа индустар, корейстер, Филиппин, Малайзия, Қытайдан көп келеді, туристер келіп. Бұлар менің байқағаным май айының где-то 15-10-ларына қарай корейстер нелер келіп, шырақ дейді, шырақтарын жағып, сол өздері жаңа табынып 1 сағат өздері дұғаларын нелерін оқиды осында. Және де бұл бейнелер белгілі бір күннің бұлттанып тұрған уақытында және түннің бір айға шағылып тұрған уақытында жарық шашады дейді. Ол енді қаншалықты рас немесе өтірік, әрине бізге белгісіз. Сол Будданың маңынан, болмаса жанынан бір жақсы бір мистикалық бір жағдайлар, болмаса бір сондай бір көріністер, ондай көрініп байқалған емес мен өзім қанша жүрмін. 1856 жылы алғашқы болып таңбалы тасқа ғылыми зерттеу жұмысын жүргізген Шоқан Уәлихановтың әңгімелері, көшіріп салған бұрхан бейнелері мен жекелей жазулары ғылыми ортада үлкен қызығушылық туғызып, ескерткішті әрі қарай зерттеуге жол ашты. Аталған тас жайлы мәліметтер Семенов, Ларионов, Паярков, Пантусов, Пазнеев сынды ғалымдар еңбегінен көрініс тапқан. Зерттеушілер бұл бейнені 8-9 ғасырға жатқызуда. Сол кезде Ұлы Жібек жолы керуені осы маңнан өткен дейді. Сол керуенмен бірге үнді және Қытай миссионерлері өткен кезде осы бейне қашалған деп есептеуде. Сол уақыттан бастап таңбалы тас аспан асты ғұрыптық кешеніне жүргізілген ғылыми ізденістерде жартастағы Будда бейнелері мен жазбалардың жазылу мерзімі жайлы сұрақтарға сан алуан пікірлер айтылып, беймәлім болып келді. Яғни достар, сол тұста ислам дінімен бірге осы буддизм де жетісу жеріне келген екен. Енді бұл не деген керемет дейсіздер ғой? Біздің осы қазақ жеріне бірнеше діндер осылай миссионерлер арқылы келгені осы бейне нақты айғақ ретінде тұр. Солардың ішінен біздің ислам дініміз осында өмір сүрген түркілердің қанына сіңіп, жанына жақын болғаны бүгінгі күнмен дәлелдесек болады. Достар, біз сапарға шықпастан бұрын міндетті түрде көлігіміздегі осындай қосалқы дөңгелегімізді тексереміз. Ал жеңіл машинанікі түсінікті, ол
заводтан осылай орын жасалады. Ал енді мынандай жүк көліктеріне қалай жасалынады? Ал мына жүк көлігіне қарасам, мен қосалқы дөңгелек тұратын жерін байқамадым. Ал бірақ осыларға арнайы жасайтын бізде Марс деген жігіт бар. Сол жігіт қазір осындай жүк көліктеріне арнайы қосалқы дөңгелек қоятын орын жасауда. Бақдәулет айтып жатқан зат осы. Бұл көріп тұрғаныңыз үлкен жүк көліктерінің екі бірдей қосалқы дөңгелектерді ұстап тұратын кронштейн десек те болады. Бұл заттың түп нұсқасы әлде қайда қымбат, ал бірақ бізде жасалғандықтан түп нұсқадан қарағанда бұл әлде қайда арзан, әлде қайда мықтырақ келеді. Және де біз осындай ғимараттарды құрылыс компанияларына арнап, жатақхана, асхана, офистарды аз уақыт ішінде орындап бере аламыз. Ал біздің кезекті өнім бұл көріп тұрғаныңыздай 4 бөліктен тұратын қоқыс жәшігі. Егер біздің қоқыс жәшіктеріміз ұнап жатса, міндетті түрде сілтемеге өтіңіз. Бұл аз десеңіздер, бізде осындай жүк көліктерінің прицебінің бүйір қорғаныстарын жасаймыз, және сол прицептердің қорапшасы, яғни палетница дейміз, осындай палетницаларды біз өз өндірісімізде өндіріп шығарамыз. Енді осы жер туралы сіздерге таныстырып жатырмыз. Бірақ мына жанымызда мына кісілер тауға енді шығып, альпинистер ғой. Бірақ бір қарап тұрып бір ой келеді. Не азап осыларға деймін. Түсіп қайта шығу, түсіп қайта шығу. Мен білемін, бұл да бір спорт түрі. Бірақ мен үшін өте бір түсініксіз спорт түрі. Тауға шықтың, қайтадан түстің, тауға шықтың, қайтадан түстің. Айдаладан келеді. Алматыдан келеді. Неше, бір таңғалатын Алматыдан келіп осыған шығады ғой. екі мың 2008 жылдарғы Қазақ ғылыми зерттеу институты экспедициясының моңғолтанушы Яхонтова мен өнертанушы Илихина таңбалы тасты кешенді түрде зерттеулері арқасында Іле қапшағайындағы ламаистік кешеннің пайда болуы, қызмет көрсеткен жылдары тарихи контекст анықталып, негізгі кейіпкерлер мен жазбалар 17 ғасырдың екінші жартысында жоңғар ақсүйектерінің бірі Галдан Бошақты Қонтайшы басшылығымен 1677-1680 жылдар аралығында Тибет және ойрат шеберлерінің арнайы басын қосып салдырғандығы белгілі болды. Мына жазуларды қарасаңыз, шынымен де Қытайдың жазуынан басқа да біздің түркі жазуларға ұқсамайды. Сол бір үндінің жаңа әліппесіне кішкене келетін сияқты. Үстідегі жартастан бөлініп түскен тағы бір Будда қасында осындай жазулармен жерде тұр. Менімше бұндай Буддалар мына жерде өте көп болған айналада. Бірақ уақыт бұның бәрі сол жоғарыда тұрып, уақыттың өз жартасынан бөлініп осы жерге қарай түсе берген сияқты. Меніңше мына тастардың астында да Буддалардың сызбалары болуы мүмкін. Бетімен құлаған, болмаса басқа да көрінбейтін жағымен құлап, осылай бізге белгісіз тарихтың түбіне кетіп жатқан сияқты. Мейірбандықтың нұрын шашқан Бодхисаттва Авалокитешвара бейнесі Тибеттің қорғап қолдаушысы болып есептелетіндіктен жартастың орта тұсына үлкен көлемде салынып, аса мән берілген. Одан бөлек жыландар әлемі жоғары қожайыны Будда Нагешварараджи, Будда ілімін негізін қалаушы Шакаямуни, ем-шипагерліктің құдіретті оқытушы дәрігері Будда Бхай Шаджагури және даналық Бодхисаттвасы Акшобхи Буддалары бейнеленген. Мына жерден тұрып, жағадан тұрып қарасақ, Будданың бейнесі кәдімгідей жоғарыда орналасқан. Оның сол жоғарылыққа салынғанында меніңше бекер емес. Осы айтқанымызда 8-9 ғасырларда биіктікке соны салып, осы жерде, менің тұрған жерінде мүмкін адамдар енді осыған қарап бір дұға жасап па, әлде басқа да дүние жасаған шығар. Мүмкін бір жағынан сол суреттерді салған адамда сол бейнеге қарап жай дұға жасаймын деп істеген шығар. Бірақ уақыттың өтуімен бұл бізге кәдімгідей үлкен тарих болып қалды.
қалай салынғанын айтамын да мен тасқа қашалып. Сонша 100 жыл емес, 200 жыл емес, 1000 жылдан астам уақыт тұрған мына бейнені қараңыздар. Қалай таңғалмайсың? Сол жаңағы енді кішкене уақыттың әсерінен бір өзгерген жерлері ғана болмаса, толық өзінің бейнесі сол қалпында деп есептеуге болады. Өйткені көргеннен сен бұны ешқандай басқа діннің бейнесімен, суретімен не болмаса діни бір атрибуттармен шатыстыра алмайсың. Толық, нақты бәрі жасалғанын айтамын. Қараңыздар. Мына жақыннан көріп, 1000 жыл алдын. Мына бейнесі, түрі, құлағы. Енді бірден кешірім сұраймын. Егер де біреудің жаңағы діни ұстанымына осындай менің әрекетім кері бір әсерін тигізіп, болмаса бір өзінің бір намыс немесе басқа да бір жеріне бір тиіп жатса, мен бірден кешірім сұраймын. Бұл бізде танымдылық видеосы, мен көрсету, жаңа түсіндіру сіздерге, ол менің міндетім. Сондықтан да айып етпейсіздер. Бірақ мынаны қараңыз, мынаның артындағы қанаты, қолдары қарсайды екен. Бәрі жасалған, бәрі сатылған. Керемет. Мынандай бейнелер, мынау енді ана жартастан бөлек тұр. 3 Буддадан бөлек тұрған өзінше салынған. Менімше бұл бөлек тұрғаны бекер емес. Бұл жартас та менімше осы жоғарыда тұрған сияқты. Уақыт ағымымен сол жартастан бөлініп, осында құлаған сияқты бұл тас. Ана жерде шетінде де, мына жерде жүрек те. Мынаны қараңыздар достар. Міне қолмен ұстап көруге болады 1000 жыл болған тарихта. Мына жерде мынау жазулар кішкене біздің, қалай айтсам болады, ұлттық ою-өрнектерімізге де келіп қалатын сияқты. Бірақ бір қарағанда солай көрінетін сияқты. Ал негізінде жақсылап кішкене уақытпен былай жақсылап қарайтын болсаңыздар, бұл басқа жақтық екені нақты және де факт. Бірақ бір сұрақ ашық күйінде қалды. Неге бұл бейне дәл осы жерге салынды? Жөндеп қарамаса уже көп дүниесі бұзылып кеткен, құлап кеткен ғой тастан. Соның өзінде қазір біз жан-жағының өзін тазалап реттеп отырғанның өзінде де кейбір жерлерінде өзіміздің де қолдан жасалған нелер де бар ғой, краскілеп өзіміздің кейбір вандал дейді ғой, оларда сол кішкене құртып кететін жағдайлар бар, ондайлардың өзін біраз краскісімен жаңағы ақтеп жөндеп отырамыз, тазалап.